сынып оқушысы Мұхиядин Аяун мен таңдаған тақырыбым аддік генетиканың мамандығы. Аддік генетиканың анықтамасы бойынша бұл ақпарат технологиялар мен генетикалық қиылыста жұмыс істейтін мамандық. Мақсаты адамдардың, жануарлардың және өсімдіктердің генетикалық ақпаратын зерттеу және оны дұрыс түсіне білуі. Өзектілігі генетикалық деректерді өңдеу және талдау үшін ақпараттық технологияларды қолдану. Мамандықтың пайда болу тарихы. 1970-1980 жылдары генетикалық алгоритмдерді атыда қолданып бастауы. Екіншісі 2010 жылдары жасанды интеллекті дамуы. Үшіншісі 2020 жылдары жаңа мамандық аталасы аддік генетика мамандығын алғаш рет енгізілді. Қазіргі жағдай және бойынша бірінші сұранысы. Аддік генетиктердің сұранысы қаржы, өнеркәсіп және медицина салаларының артуы болып табылады. Ал екіншісі болжамда. Алдағы 5 және 10 жылдары ең сұранысқа ие болған мамандықтардың біріне айналады. Ал үшіншісі себебі ат жүйелерінің күрделенуі және оларды оңтайландыру қажеттілігі. Аддік генетиканың міндеттері мен функциялары. Біріншісі оңтайландыру. Ат жүйелерінің оңтайландыру үшін генетикалық алгоритмдерді әзірлеу. Екіншісі талдау, үлкен мәліметтерді талдау және модельдеу. Ал үшіншісі жақсарту, жасанды интеллекттерді жүйелерін оқыту және жақсарту. Жұмыс салалары мен болашақ мүмкіндіктері. Біріншісі медицина. Генетикалық ауруларды анықтау және емдеу. Екіншісі биотехнология. Генетикалық материалды зерттеу арқылы жаңа дәрілерді шығара бастау. Үшіншісі ауыл шаруашылығы. Өсімдіктер мен жануарлардың генетикалық зерттеу, оларды өнімділігін арттыру. Үшіншісі фармацевтика, жаңа дәрілерді емдеу. Білім беру. Қазіргі жағдайда бұл мамандықты дамыту үшін біз бірнеше шараларды қолданамыз. Біріншісі білім беру, екіншісі жақсы университетке түсу, ал үшіншісі магистратурада оқу, ал төртіншісі көптеген курстарды алып және сертификаттармен бітіруі. Қорытындап кетсек, бұл мамандық болашаққа үлкен зор береді. Жаңа биотехнологиялар мен ақпараттық технологиялар дамуы осы салада үлкен өзгерістер мен жетістіктерге алып келетінін атауға болады.